ауданда батқаған болғанда әлдеймен қалке мыңдаған аттылар тобын ертіп Қалутонның күнгей бетінде қос қарағайлы кезеңге қарай көсілте жөнелді. Бұл Қалутон мен Құршықтың арасындағы атам заманнан бергі ат бәйгесі осы арада болып жататын, аңқасы кең жатағай асу болатын дейді. Қарақас байтайлақ жантай болып ромдас келетін жәдікпен черушіні меркітпен шыбарай қырдалып, оңтүстік жақтағы төбеге түсті. Қарақас молқы ителін алып, солтүстік жақтағы төбеге тартты. Екі елдің бақысын асатып майдандай жікке бөліп арада үлкен бір ағын жатыр дейді. Әйгілі жүйріктермен чаң қаппаған балбанға берілетін сыйларда елді сырт оқшау орналастырылған. Оқшау маталған қысыр аттарын, оқталы аттар, бұйдалы атандар, қайған да кететін белгісіз. Ақ күміс асыл кездеме салынған сақтықтарына саны баршылық дейді. Жұрт осының барлығын бағана сәлімбақ санап өткеріп алғанда бірнеше ел иелерін қон житіп мықты азаматтарға бақтырып қойған. Осы кезде жалғұйрығын өріп, кекілін қызылмен çoқтаған, өңкей бір қанжардай қатқан жарауларды тобықтай балалар мініп, үлкен топтан іріктеле бастады. Аттың саны 2 дүзге жетті, әлі келіп жатыр. Осы аттарды асық сарылап шыққан әлдей, анау оқшау топта тұрған сәлімбақ естірде, күрегат қайда, күрегат қосылмайды деп саңқ ете түсті сәлімбақ. Неге? Аңдайыма жазылған сыбағыма таласпаңдар, қалғанда жетеді сендерге деп.